Армысыздар ардақтағай, назарларыңызда қорытынды жаңалықтар топтамасы, студияда Арайлым Таңатарқызы. Кезек аңдатпада. Жаңа нысан ел игілігіне Ұйғыр аудандық сотының ғимараты жаңартылды. Газет «Халықтың көзі», құлағы һәм тілі. Искра жетісу басылымының бүгінгі тыныс-тіршілігі қандай? Жасындай жарқ еткен жастар, жасыл ел жасақшылары жол апатынан қаза болған әріптестерін еске алды. Сот беделін арттыру, мәртебесін көтеру былтырғы жылғы елбасының қатысуымен өткен судьялар съезінің басты тапсырмасы. Сондықтан қарақылды қақ-жарушы соттарға жағдай жасау арқылы мемлекет сот жүйесін жаңғыртпақ. Осы ретте бүгін Ұйғыр ауданында аудандық сот ғимараты қайта ашылды. Бұл күрделі жөндеудің арқасында қайта түлеп жаңа үлгіде жаңғырған Ұйғыр аудандық сот ғимараты. 15 миллион теңгеге құрылыс жұмыстары жүргізіліп, 400 шаршы метрлік нысан сот жүйесіне лайықталынып отыр. Салтанатты ашылуына Алматы облыстық сотының төрағасы Мейрамбек Таймерденов арнайы келді. Жиылған қауымды қуанышты сәттермен құттықтап, сот жұмысында үнемі әділдік орнауына тілектестігін білдірді. Және де лентасын қиып ғимаратты ашып берді. Жақында Алматы облысының облыстық ғимараты ашылған болса, осы Алматы облысының орталығынан 400 шақырым жерде аудан орталығын осындай күрделі жасап, яғни аудан болсын, облыс болсын, барлық деңгейде соттардың сот билігін, сот төрелігін жүргізуде барлық жағдайлары, материалдық жағдайлары бәрі дұрыс болсын деп, бүгін осы ғимаратты ашып отырмыз. Ұйғыр ауданының 2 составты соты бар. Осы сотқа керекті барлық материалдық жағдайлар жұмыс істеуіне барлық жағдайлар жасап қойды. Қазіргі заман үлгісіне сай қызметке жайлы, сәнді де кең, жарық бөлмелер жөндеу жұмыстарының сапалылығын көрсетеді. Барлығы да қажетті құралдармен, компьютерлермен жабдықталынған. Мұнда сондай-ақ сот отырысын жүргізуге 2 зал лайықталынып, бірінде қылмыстық, екіншісінде азаматтық істер қаралмақ. Және де ғимарат ішінен мұрағат бөлмесі де ескерілген. Онда біраз жылғы құжаттар мен шешімдер сақтаулы тұр. Ұйғыр аудандық сотының мұрағатында 2040 іс бар. Оның ішінде азаматтық, қылмыстық, әкімшілік істер. 48-ден бастап бізде сот үкімдері мен шешімдері осында сақтаулы тұр. Аудандық сотта 2 судья және 6 маман қызмет етуде. Олар жыл басынан бері 400-ден астам азаматтық және әкімшілік іс қараған. Сонымен қатар осы уақытқа дейін 34 қылмыстық іске шешім шығарды. Оның нүктесі осында қойылып, екінші сатылық сотта қайта қаралмаған. Жалпы мұнда дау-дамайды сот қарауына жеткізбеу үшін жаңа ғимаратта медиаторларға да бөлме қарастырылды. Онда енді 25 жылдық еңбек өтілі бар сот саласының ардагері Әбіләкім Ибрагимов қызмет етпек. Сот саласында істеген еңбегімді есептеп, бүгін облыстық соттың бастығы Мейрамбек Таймерденұлы бүгін бір ұсыныс жасап отырмаған, медиатор деген соны істеңіз деп. Мен енді істеуге дайынмын, біздің де зор еңбегіміз бар, соған бір үлесімізді қосамыз деп ойлаймын. Бұл күні қуанышты сәтке орай облыстық сот төрағасы құр қол келместен аудандық сот төрағасына жаңа қызметтік көліктің кілтін табыс етті. Және де материалдық техникалық базасын нығайту үшін компьютерлік техникаларды да сыйға тартты. Енді мұндағы қызметкерлер жаңғырған жаңа ғимаратта алаңсыз халық үшін қызмет етпек. Думан Алтынбекұлы, Нұржан Мұханов, Жетісу телеарнасы, Ұйғыр ауданынан.